Қайырлы күн 4-ші сынып оқушылары. Қазір бізде дүниетану сабағы. Бүгінгі сабағымызды көңілді өлең жолдарынан бастайық. Жарқын болса күніміз, жарқын шығар үніміз. Елін сүйер ер жетер, біз болашақ гүліміз. Осындай көңіл-күймен сабағымызды жалғастырамыз. Алдыңғы бөлімнен не үйренгенімізді еске түсіру үшін велосипед әдісін қолданып, білетін ақпараттарымызды қайталап, бір-бірімізбен бөлісейік. Жақсы оқушылар, енді мына тақтадағы сөздерді өз орнына қойып, тақырыпты анықтайық. Дұрыс таптыңдар оқушылар. Бүгінгі тақырыбымыз менің өлкемнің ауыл шаруашылығы деп аталады. Оқушылар, бұл тақырыпты оқығанда ойларыңа ең алғаш не келді? Ауыл шаруашылығына нелер жатады? Ауыл шаруашылығы адамға не үшін қажет? Ауыл шаруашылығының бізге қандай пайдасы бар? Адам ауыл шаруашылығымен айналыспаса, не болады деп ойлайсыңдар? Осы шаруашылықпен айналысу барысында ең басты нәрсе, онсыз тіршілік көзі болмайтын не? Иә, дұрыс айтасыңдар. Ол табиғат. Табиғатты тағы қалай атауға болады? Қоршаған орта. Біз табиғатты қорғап, аяламасақ, одан мұндай байлықтарды ала алмас едік. Бұған байланысты біздің жаңа бөлім қоршаған ортаны қорғау деп аталады. Бұл бөлімнен үйренетініміз өте көп. Соның бірі бүгінгі өтетін менің өлкемнің ауыл шаруашылығы тақырыбымыз. Бұл тақырыптан сендер ауыл шаруашылығының салалары туралы білесіңдер және өз өлкелеріңнің ауыл шаруашылығын сипаттауды үйренесіңдер. Бұл мақсатты іске асыру үшін бізге тапсырмалар орындау қажет болады. Солайша, бірінші тапсырмаға назар аударайық. Өздік жұмыс. Тағамдардың шығу тегін өз ретімен орналастыр. Жұмыстарымызды жұбымызбен алмасып тексереміз. Сендер жақсы орындадыңдар деген үміттемін. Жақсы, енді оқушылар, бұл тапсырманы орындау барысында тағы қандай шаруашылыққа байланысты заттар болды? Иә, яғни ауыл шаруашылығы өсімдік және мал шаруашылығы болып екіге бөлінеді. Осылайша бізде қатар бойынша 3 топқа бөлінеміз. Үлкен топ ауыл шаруашылығы, қалған 2 саласы өсімдік шаруашылығы мен ауыл шаруашылығы болып бөлінеміз. Келесі екінші тапсырмаға назар аударайық. Топтық жұмыс. Берілген тапсырмаларды топта талқылап, орындаймыз. Топтық тапсырмаларды орындап болған соң, өз жауабымызды дәлелдейміз. Жарайсыңдар оқушылар. Топта жақсы іс-әрекеттер атқардыңдар. Тағы да бір топтық тапсырма. Өздерің тұратын аймақтың табиғат жағдайы қандай шаруашылықпен айналысуға қолайлы? Оны білу үшін мына мәселелерді анықтаңдар. Қорытынды сұрақтарына топта ойласып жауап беріңдер. Бірінші топ жер жағдайының ерекшелігі. Екінші топ ауа райының қолайлығы. Үшінші топ су көздерінің алыс жақындығы. Ойыңды қорытындыла. Сен тұратын жерде ауыл шаруашылығының қай саласы жақсы дамыған? Неліктен? Ауыл шаруашылығында мол өнім алуға климат жағдайы әсер ете алады ма? Тамаша оқушылар, өз сұрақтарыңның жауаптарын нақты дәлелдеп, жоғары нәтиже көрсеттіңдер. Топтық тапсырмаларды өте жақсы дәрежеде атқардыңдар. Енді топ ішіндегі жұптар арасында тапсырмалар орындайық. 4-ші тапсырмаға назар аударыңдар. Өздерің тұрған өлке ауыл шаруашылық жүйесін анықтап, қосымша ақпараттарды пайдаланып, кестені толтыр. Привет! Ну что, разомнемся? Идем на месте. Раз, два. Раз, два. Шире шаг. Раз, два. Раз, два. Остановились.
Потянулись и выполним наклоны головой. В одну сторону. Раз, два. В другую. Раз, два. Еще. Раз, два. Молодцы. Раз, два. А теперь, не поворачивая голову, глазками посмотрим вправо-влево. Вправо-влево. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Поморгаем. А сейчас вверх-вниз. Вверх-вниз. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Поморгали, поморгали глазками. Хорошо. Зажмурьте глазки. Раз, два, три. Откройте и посмотрим вдаль. Еще зажмурим. Раз, два, три. И смотрим вдаль. А теперь немножко потанцуем. Отлично, ребята! Пока! Я в соседний класс. Бойымызды сергітіп алсақ, топтар арасында кім жылдам ойынын ойнап жіберейік. Ойынның өту барысы қайсы топ мына сұрақтардың жауабын аз уақыт ішінде тауып, өз жауаптарын қорғап, алға алып шыға алса, сол топ жеңіске жетеді. Жарайсыңдар оқушылар, бізде достық жеңді. Міне оқушылар, сабақтың соңы қорытынды сәті де келіп жетті. Бүгінгі сабағымызға БББ кестесімен қорытынды жасаймыз. Білемін, білгім келеді, білдім. Жақсы, енді бүгінгі тақырыбымыздың өзіне рефлексия жүргізейік. Ол үшін бізге олимпиада шеңберлері қажет болады. Үйге тапсырма, дерек көздерді пайдаланып, өсімдік шаруашылығының салаларын анықта. Осылайша біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар.